Мінеке, мінеке. Енді құлдық сана ғой. Енді құлдық сана. Бүкіл дүние ішінде өзбектерде өзбекше барлығы сөйлейді, дұрыс па? Барлығы өзбек тілін біледі, дұрыс па? Ресейде орыс тілін біледі, барлығы сол тілде сөйлейді. А сіздің құлдық санаңыз арқылы мінеке мыналар говорите по-русски деп тұр. Та женщина, которая везде ходит, да? Везде ходит, говорит на русском языке. Да. Я құл саналы мінеке қазақтар жаңа айтып тұр. Мінеке, это женщина, которая везде ходит, говорит на казахском языке, дейді. Енді мінеке мынау айтады. Да, дейді мінеке. Ага. Енді мінеке бізде жаңа ашылған байлық дүкені жаңа сыртынан түсіріп алам. Мына біреу сатушы айтады, по-русски говори. Мінеке маған дискриминация көрсетіп тұр, по-русски говори. Это я не понимаю ваш язык. Мінеке күліп кетіп тұр. Соған қазақтар енді өз тіліне қарсы шығып тұр. Біреу аудармашы болайық деп тұр. Сіздер түсіріп тұрған жоқпын. Мен айтып отырмын, аудармашылық емеспіз ғой өз елімізде, өз жерімізде. Бір қазақ өзі айтып тұр. Да, она такая всех требует. Мінеке, мәңгүрттенген қазақ. Мінеке, қарап қойыңыздар. Мінеке осылай, Усолкада байлық деген дүкен. Қазақтар өздерін, өз елдерінде екінші сортқа қою арқылы, мінеке мынандай, по-русски говори. Ешқандай қазақ басқа елде сөйтіп айтпаушы еді, қазақша сөйлеп. А мінеке бізге әкіреңдеп, мінеке басынып тұр. Кім соған кінәлі? Қазақтар кінәлі. Өз елінде, өз жерінде құл болып, раб должен быть здоровым, говорить на языке хозяина. Вот сол деңгейде тұрған қазақтар кінәлі. Мінеке мынандай, түсіріп тұрмын ғой. Так.